Ал мен сіздерге есік ауласын көрсете кетейін. Еламан микрорайонындағы есік ауласын көрсете кетейін. Үйіміздің сатылымға шығып жатқан оң жақ бетімізде гаражға арналған бөлмесі бар. Воротасы қойылған, жап-жаңа, қарасаңыздаршы, өте қымбат ворота қойылған. Газ, свет, су толық кеп қойған үйімізге. Қазіргі заман талабына сай ремонт істелінген үйіміз. Есік ауласы стяжка құйылған, қарасаңыздаршы, бау бақшасы бар. Дәл осы үйіміз сатылымға шығып жатыр, ағайындар. Өте арзан бағада сатылымға шығып жатыр. Ал мен сіздерге үйдің ішін көрсете кетейін. Жүріңіздер. Барлық адамға енді үйдің іші қызық болады ғой, сыртына қарағанда. Сол үшін мен сіздерге үйдің ішін көрсете кетейін. Ал бисмилля. Мен сіздерге үйдің ішін көрсете кетейін. Кіреберіс жеріміз прихожка деп айтылады. Ал қонақ кухня бөлмесі, қарасаңыздар, кухня бөлмесінің өзі өте үлкен және кең екен. Кухня гарнитуры бар. Үй алам деуші адамдарға дәл осылай қалады деп жатыр. Санузел бөлмесі. Барлық үй алушы адамдарға енді үйдің іші қызық болады ғой. Сол үшін мен сіздерге үйдің ішін көрсете кетейін. Жатын бөлмесі. Ортамыз холл. Холлың өзін қарасаңыздаршы. Қандай әдемі болып тұр. Зал бөлмесі. Қонақ күтуге әдемі екен, ыңғайлы болып тұр. 50 адам әшейін кететін қонақ бөлме болып тұр. Осындай үлкен үй, үлкен отбасымен бірге тұруға болады екен. Ата, енесі, келінімен, бала шағасы, небересімен бірге тұратын үй болып тұр. Жатын бөлмесін көрсете кетейін мен сіздерге. Оң жақ бетімізде тоже жатын бөлмесі. Домнан сығылып жер үйге өтем деуші жандарға өте әдемі мүмкіншілік болып тұр. Еламан микрорайонынан. Бұл жерде үйлеріміз 2-3 саатта сатылып жатқан үйлер. Келіп көріңіздер дәл осы үйді. Бұйыртса осы жылдан қалмай жер үйлі болуларыңызды Алла Тағала нәсіп етсін.